Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қалайық? Жақында естіген шығарсыздар, дін қызметкері Қазақстандағы Қабылбек Әліпбайұлы деген адам қазақтың сөздерінің 70% арабтардікі екенін айтқан болатын. Бірақ әрине артынша мен олай айтқан жоқпын деген сияқты жаңағыдай өз ойынан айнып шықты дейміз бе, әлде қателескенін жасырды дейміз бе, оны өзіне қалдырдық. Бірақ әрине мүмкін қателесіп кеткен шығар, енді жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді ғой. Кейіннен қайттан мәлімдеме жасап, тек діни салт жоралғылар дейді, жаңағыдай діни құлшылық, діни ғибадаттар, осындай айтылатын сөздер көбісі сол 70% араб тілдерінен енгенін айтып мәлімдеме жасады. Бұл жерде мен бір адамды мынаны кінәлі, мынаны кінәсіз деп айтқалы отырған жоқпын, бірақ соңғы кездері қазақ қоғамында осындай бір резонансты оқиғалар жиілеп кеткен сияқты, өзіңіз де байқап жүрген шығарсыздар. Талай ғасырлар бойы тар жол тайғақ кешуден өткен қазақ халқының ең киелі жәдігері домбырамыздың өзінің кейбір жаңағыдай діндарлар дейміз бе, әлде сол діни уағызды кеңінен таратуға тырысып жүрген адамдардың кейбірі домбырамыздың өзін харам деп шықты. Ойлап қараңыздаршы, кейбір адамдар қазақшылығын жоғалтып, қазақша сөйлемей, ұлттық салт дәстүріне немқұрайлы қарап жатқан кезде, осы домбырамыз біздің ең бір киелі. Домбыра негізінде қазақтың тек жай музыкалық аспабы емес, былайша айтқанда ол біздің ғасырлар бойы жүріп өткен жолымызды көрсететін, соны тебіренте отырып жеткізетін, біздің жан дүниемізбен байланысты өте сондай киелі дүние. Мысалы, адай күйін орындаған кезде қай қазақтың жүрегі тебіренбейді айтыңыздаршы. Егер шынайы қазақ болса, жан жүрегімен қазақ болса, міне осындай аспабымызды харам деп шықты. Олаздай Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабек ағаларымыз талай қазақтың осындай бір салт дәстүрлеріне байланысты неше түрлі пікірлер айтып, жұрттың сынына қалды. Қазақ қоғамы мұндай нәрселерді жай жылы жауып қойған жоқ, өте қатты қарсылық көрсетті. Негізінде Бекболат қылған меніңше оның домбырасы сияқты, өткен ол кезінде Ақтамберді, Қазтуған, Доспанбеттерді айтқан кезде қазақ халқы қалай оны төбеге көтерді. Ал кейіннен жасаған іс-әрекеттерін өздеріңіздің көз алдарыңызда оның бағасын халық берді. Бекболат Тілеухан туралы, Мұхамеджан Тазабек туралы айтылатын пікірлерді өздеріңізде жақсы білетін шығарсыздар, көпшілік пікірлерді деп айтайын. Неге мен бұны айтып отырмын? Себебі соңғы кездері дінді уағыздаушылар қазақ халқының осындай бір қалыптасқан ғасырлар бойы жүріп өткен біздің тарихымызға тас атқысы келіп, біздің мәдениетімізді бір кемсітіп қалуға тырысып, тіпті көріп отырсыздар ғой, енді 70% арабтың сөзі деген сияқты. Мүмкін ол кезде бір қателесіп айтқан шығар Қабылбек Әліпбайұлы деген адам. Тағы айттым ғой, мен оны бір қатты бір сынап бетінен алайын деп отырған жоқпын, бірақ дінді насихаттау жолында қазақ халқының ұлттық салт дәстүрлеріне тиісетіндер көбейіп кетті, шындап келген кезде. Осы арқылы олар керісінше діндерін насихаттап жатқан жоқ, меніңше сүйкімін жоғалтып жатыр қазақ халқының алдында. Өйткені қазақ халқы бұндай алапат толқынды бір рет қана бастан өткізген жоқ, бірнеше рет бастан өткізді. Қазақтың ғасырлар бойы біздің мына Сақ, Ғұн, Үйсін, Түрік қағанатының дәуірлері, одан кейін Алтын Орданың дәуірі, одан кейін Қазақ хандығының дәуірі, Ресейдің бодандығындағы кез, КСРО-ның, коммунистердің, большевиктердің қол астындағы кезеңнен өтіп, аман-есен бүгінгі күнге дейін өзіміздің салт дәстүрлерімізді сақтап, белгілі бір бөлігін әрине жоғалттық, оның жасыратын ештеңесі жоқ, бірақ қаймағын әлі күнге дейін сақтап келе жатырмыз. Бірнеше рет осындай сыннан өткен халықпыз біз. Сонау арабтардың Орталық Азия елдеріне жасаған шабуылы, жаулаушылық жорықтары кезінде Кутиба ибн Муслим дейтін адам бар, арабтың қолбасшысы. Оның
Хорезм өлкесінде жасаған қиянаттары, хорезм тілін, хорезмнің көне жәдігерлерін жоғалтып жіберуде жасаған сұмдық әрекеттерін оны жеке тарихи видео ретінде жасап шығаруға тырысамын, яғни халық біле жүрсін деген мақсатпен. Міне ол бірінші кезең. Сол кездегі түркі халықтары өте қатты қарсылық көрсетті арабтың жаулаушыларына. Сұлу Қағанның есімі түргештердің өте мықты сүзеген деп атады, яғни арабтар оны. Бір емес бірнеше бағытта соғысқан адам. Біздің бабаларымыз ер түріктер. Түргеш қағанатын билеген Қаған. Оның алдындағы түріктің қаншама билеушісі осындай сыртқы басқыншыларды қуып шығу мақсатында талай қанды жорықтар өткізген. Оны жеке тарихи видео ретінде жасап шығаруға тырысам, бұл жолы тек кезеңдер ретінде айтып өтейін. Екінші кезеңді біз бастан өткіздік, біз патшалы Ресейдің тұсында. Екатерина екінші патшайымның тұсында бұны ағартушылық дәуір деп атайды, Екатеринаны. Сондай ағартушылық дәуірде тіпті мына Франциядағы атақты Вольтермен хат жазысып сөйлескен сондай Ресейдің императрицасы қалайша қазақ халқына молдаларды жіберіп дінді насихаттады. Оның мақсаты дінді насихаттау болды ма, әлде өзінің билігін сақтап қалу болды ма? Өйткені француз революциясы оның зәресін ұшырып, Ресейге таралып кетпеу үшін сол Ресейге келетін адамдарды біраз кедергі жасап, өзінің билігін, патшалық билігін сақтап қалуға тырысқан адам. Сөйткен Екатеринаның қазақ халқына жаны ашып дегенге мен сене қоймаймын, себебі указной молдалар деген шықты сол кездері. Указной молдалар деген не? Бұл сол Ресей әкімшілігіне бағынатын, солардың бұйрығымен жүріп тұратын діни қызметкерлер. Бұны да жеке видео ретінде жасап шығаруға тырысам. Яғни дін арқылы халықты ұстап тұрудың бір тәсілін өте мықты шебер қолданды. Бұл практикадан өткен әдіс болды, және орыстар бұны өте, Ресей билігі бұны, патша үкіметі өте шебер пайдаланды. Өзін ақтаған реформа жасаған сол дәуірде. Бұл екінші кезең. Үшінші кезең қай кезең дейсіздер ғой? Біз мына діни конфессияларға 90-шы жылдары енді тәуелсіздікті алып, құдайсыз қоғам деп айтады ғой коммунистік дәуірді. Міне сондай дәуірден шықтық, енді өзіміздің тілімізді, дінімізді қайтарамыз деген ұранмен жүрген кезде кейбір қателіктер кетті, шын айту керек, қателіктер кетті. Діни конфессиялар неше түрлі, ол Кришна бола ма, ол мұсылман бола ма, Будда бола ма, мұсылман бола ма, оның қандай тармақтары болады. Осындай діни ұйымдар қазақ қоғамына еніп кетті. Оның үстіне 90-шы жылдары елдегі дағдарыс, әлеуметтік артта қалушылық, қазақ қоғамының жұмыс орындарының жаппай жабылуы, аладор бастап кеткен халық осындай бір көмек көрсетем деген діни конфессиялардың кейбірінің сөзіне еріп, қаншама адамның былайша айтқанда көз жасы дейміз бе, әлде наласы дейміз бе, сондай бір өте күрделі кезең болды. Сол кездері қаншама адамдар осындай өзіне түсініксіз діни ұйымдарға мүшелікке өтіп кетті, сол ұйымдардың құрамына еніп кетті, яғни. Бұны айта берсем көп, бұл үшінші кезең. Ал енді соның нәтижесін біз бүгіндері көріп отырмыз. Қазір қазақ қоғамында діни алауыздық өте өршіп тұрған кезең, мұны ашық мойындауымыз керек. Оның тағы бір дәлелі, ешқандай оны бір дәлелдеп жатудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Қазақстанның өз территориясында неше түрлі террористік актілердің болғандығы белгілі. Қаншама адамның өмірін жалмады. Бейбіт Қазақстанда ешқандай соғыс болып атпаған елде осындай террористік ұйымдардың әрекеттері күн сайын ашылып, діни экстремистік ұйымдардың әрекеттері қазақ қоғамын үрейлендіріп отыр. Қаншама қазақ жастары діни уағыздың жетегіне еріп, Сириядан бір шықты. Сол жақта қалған өз еркімен кеткен, кейбіреуі алданып, діни сөздерге сеніп, тәтті сөздерге сеніп кеткен адамдар кейіннен қазақ үкіметінен көмек сұрады, қазақ билігінен көмек сұрады, бірақ біз оларды далада қалдырған жоқпыз. Олар кетті, өз еріктерімен біреуі діни уағызға сеніп кетті, бірақ біз Конституциядағы жазылған ережелерді сақтадық, өзіміздің заңымыздың алдындағы берген уәдемізді орындадық. Қалай?
яғни біз Қазақстан Республикасының азаматы қай жерде жүрсе де оның жаңағыдай қауіпсіздігіне кепілдік беретін конституциямыздағы заңды орындадық. Оны қалай орындады? Тоқаев билікке келгеннен кейін Жусан атты операция ұйымдастырылды. Жусан атының өзі керемет, даланың боз жусаны. Даланың боз жусаны бұл біздің жан дүниемізбен байланысып жатқан сондай бір киелі өсімдік қой, біздің қазақ сахарасында өсетін жусан өсімдігі. Операцияның да аты айтып тұр ғой, жусан. Қазақтың даласын аңсап келетіндер үшін. Міне сол операцияның негізінде қаншама Сирияда қалған әйел бала шағалар, жаңағы ерлер, сол кездегі жетімдер, қаншама жетімдер Қазақстанға қайтарылды. Жусан операциясының негізінде. Біз өзіміздің конституция алдындағы міндетімізді сол кезде орындадық. Оның барлығы мен не үшін айтып жатырмын? Себебі мемлекетті іріту үшін сырттан бір басқыншы келіп жаулап алатын дәуір әлдеқашан өтіп кеткен сияқты. Сондықтан қазіргі кезде бұл өркениеттер қақтығысы жүріп жатыр. Бұны ғылыми теория ретінде ғалымдар әлі күнге дейін зерттеп жатыр, яғни мәдениеттер, өркениеттер қақтығысы. Яғни белгілі бір мемлекетті іріту үшін сырттан әскери күшті қолданбай-ақ өз ішіндегі азаматтары арқылы олардың санасына діни, мәдени, жаңағыдай басқа елдің салт дәстүрлерін, олардың ұстанымдарын, яғни мысалы қара кию деген сияқты, мысалы біздің қазақ қоғамына жақсы таныс атрибуттарды айтып өтейін. Қара киім кию, жаңағыдай домбыраны харам деу, тіпті 7 күлше нанымыз бар ғой, 7 күлше, 7 шелпек дейді бір жерлерде, солған тиісу. Яғни жалпы айтқанда біздің өзіміздің болмысымызға тән нәрселерден айыру, басқа нәрсені арабтың, парсының, қандай тағы мысалы Қытай болсын, басқа қандай мемлекет болады сондай әрекет ететін, сол сыртқы күштер арқылы сол елдің азаматтарының санасына осындай жаңағы зиянды ақпараттарды әкелу арқылы соларды өз ұлтына қарсы қою, өзі шыққан, өзі өсіп өнген, өзінің арғы тегіне, былайша айтқанда, яғни ата-бабасына қарсы қою, ата-бабасының жүріп өткен жолына қарсы қою. Қабылбек Әліпбайұлының айтқан 70% дегені, ол мүмкін қателесіп айтқан шығар дедім ғой жаңа. Егер дәл осы 70% сөз арабтардан, парсылардан енген деп осман түріктеріне айтса, мүмкін олар ренжімес. Неге? Себебі осман түркілері мына Оғыздың қайы тайпасы дейді, өздерінің шығу тегін. Мына біздің қазақ даласында мекен етті. Олар басында Үстірт, Маңғыстау түбегі, Арал теңізінің маңайында, Сырдарияның мына төменгі ағысында, мына бүгінгі Арал аймақтарында, Хорезм жерлеріне мекендеді. Осы Оғыз державасы болды. Біздің жеріміз мына Яңгикент дейді, яғни жаңа кент шаһарында астанасы болды ол осы Оғыздардың. Кейіннен осы Оғыздар елі ыдырағаннан кейін осы тайпалардың бір бөлігі оңтүстікке қарай мына Парсы, Түркмения жерлері бар, сол жаққа қарай көше бастады. Парсылардың жерінде олар жүздеген жылдар бойы тұрды. Одан әрі тоқтаған жоқ, одан әрі жүре отырып, мына Шыңғыс ханның жорықтары қарсаңында бұлардың көшбасшылары мынау Ирак жеріне жетті шамамен. Ирак жерінен ауып, одан әрі мынау Кіші Азия, Анатолия жері дейді, Анадолы жері. Сол жерге жетті. Кейіннен Сирия жеріне барды. Міне осы кезде ойлап қараңыздаршы, ол 1 жыл емес, 2 жыл емес, 10 жыл емес, 100 жыл, 200 жыл шамасында осындай Парсы, Ирак, Иран жерлерін жүріп өткен кезде, олар сол жердегі халықтың мәдениетін, салт дәстүрін, тілін, диалектісін өзіне сіңіріп алды десе, оны айтуға болады. Себебі ол расында да де-факто жағдай. Түркінің қаншама сөзі, қазір бүгінгі Түркия республикасының өзінің ана тілінің қаншама сөзі сол араб, парсы тілінен енген біршама сөздері бар олардың. Қанша процент екенін мен нақты айта алмаймын, себебі ол өтірік болып келеді. Мен мына нәрсе деп айтсам, оны нақты зерттеген жоқпын, бірақ қаншама диалектісін процент түрінде оны интернетте ашып қарап алсаңыздар да болады, бірақ ол нақты де-факто жағдай. Ал енді қазақ халқы не бір жақтан ауып келді ма, бір жақтан көшіп келді ма Қазақстанның бүгінгі территориясына, былай айтатындай басымызға не күн туды? Ойлап қараңыздаршы. Қазақ халқы ежелден осы жердің байырғы халқы, ата мекеніміз бұл біздің бұл осы жер. Кейбір діндарлар мықты дінді білетін шығар, бірақ мүмкін тарихты қатты көп оқымайтын да болуы мүмкін.
өйткені барлығы универсал емес қой, энциклопедист емес қой кезіндегі Әбу Насыр әл-Фараби бабаларымыз сияқты. Сондықтан қазақ халқының тілі бұл тек түркі тілі емес, оның алдындағы мына сақтардың жазуы, алтын адамның қасындағы жазуларды ойлап қараңыздаршы. Біздің заманымызға дейінгі кезеңнің өзінде жазу сызуды қолданған, атақты әлемді жаулап алуға аттанған Александр Македонскийдің өзіне қатты қарсылық көрсетіп, Александр Македонскийдің өзін жаралаған сақтар, әрі қарай өткізбей тастаған сақтар, Македонскийдің жорығын сол жерден тоқтатып тастаған сақтар, олар мәдениетте жұрдай деп айта аласыздар ма? Ділінен жұрдай деп айта аласыздар ма? Парсының жаулаушысы Кирдің өзінің басын кесіп алып, жаңағыдай өз елін басқыншыдан, сыртқы жаулаушыдан қорғап қалған сақтарды әлсіз, мәдениетсіз халық деп айта аласыз ба? Одан кейін түркілерде қаншама жылдар бойы мына Ресей империясы кезінде жалпы мына 18-19 ғасырларда, соның алтындағы дәуірлерде еуроцентристік дейтін көзқарас болды. Еуроцентристік көзқарас дегеніміз не? Бұл дүниедегі жалпы бүкіл игі жақсылықтың, ғылыми ашулардың барлығы тек Европа деп көрсетіп келді. Сол теориямен күресу үшін қаншама ғалым күндіз-түні жұмыс істеді. Сөйтті де түркілерді жазу болмаған деп келген ғалымдар кейіннен мына балбал тастағы, мына күлтегін, білгенің жазулары, Тоныкөк жазулары, мысалы, соларды көргеннен кейін қаншама уақыттар бойы бұны оқи алмады. Бірақ оқыды солар қайтадан. Сөйтті де әлемге жарқ етіп, руна жазуы әйгілі болды. Мына балбал тастағы жазулар. Ал сонда ол кезде араб қайықта, түркі қайықта. Арабтар ол кезде өзінің сахарасында ғой, ислам діні де пайда болған жоқ ол кезде әлі. 552 жылдары ислам діні пайда болды ма сонда? Жарайды, оның алдындағы мысалы сақтар дәуірінде біздің заманымызға дейін ислам діні ол кезде пайда болып, жаңағыдай арабтар келіп бізге ықпал етті ма сол кездері? Арабтар қашан келіп бізге? 7-ші, 8-ші, 9-ші ғасырлардың өзінде енді келіп жатты қазақ даласына арабтардың ықпалы. Шоқан Уәлихановтың өзінің жазбаларын оқып қараңыздаршы сіздер. Қазақтардың қай кезге дейін жаңағыдай мұсылмандықты ұстанғанын, жалпы қалай айтуға болады, дінге сенбейтін, жаңағыдай осы көшпелі бабаларының салт дәстүрін ұстанған қазақтардың көп екенін де жазған. 19 ғасырдың өзінде, ойлап қараңыздар, 19 ғасырдың өзінде. Указной молдалардың шығып жатқан кездерде сол ғой шамамен. Жалпы айтайын дегенім, құрметті мына дінді уағыздап жүрген адамдар, өздеріңіздің жалпы дінді тықпалап уағыздау үшін мына біздің ұлттық құндылықтарымызға бұлай тіл тигізіп, ұлттық құндылықтарымызды жаңағыда жоққа шығарғысы келіп, оған бір қарсы сөз айтудың қажеті жоқ. Сіздер ол арқылы діндеріңізді уағыздамайсыздар, керісінше өздеріңіздің сүйкімдеріңізді кетіресіздер. Себебі қазақ халқы бір емес бірнеше рет бұндай нәрседен, жаңа айттым ғой, 3 түрлі кезеңнен өткен халықпыз біз. Сондықтан біздің салт дәстүрімізге, ділімізге, дін емес, ділімізге тиіспеңіздер біздің. Өйткені біздің бабамыз ер түркі. Біз түркі халықпыз. Біздің салт дәстүріміз мыңдаған жылдары қойнауында жатыр. Арабтар келмей тұрып та біздің даламызда өркениеттің нағыз орталықтары болған. Сондықтан тағы да айтам, мұндай мәлімдемелер жасау арқылы сіздер өздеріңіз халықты қарсы қойып жатсыздар.